Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Экология және табиғатты қорғау қызметі мамандығы техник-технолог біліктілігі бойынша физика-химиялық талдау жүргізу атты модульдегі физика-химиялық талдау негіздері пәні бойынша лекция курсын бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырып физика-химиялық әдістерінің жіктелуі және оларды қолдану саласы. Мақсатымыз физика-химиялық әдістердің жіктелуін анықтау, әдістердің маңызын түсіндіру, метрологиялық сипаттамаларын беру, әдістердің ерекшеліктерін, қолдану саласын, артықшылықтарын қорытындылау. Міндеттеріміз талдау әдістерінің негізгі метрологиялық сипаттамаларын беру және әдістерде қолданылатын құралдармен таныстыру. Күтілетін нәтижелер талдау әдістерінің негізгі метрологиялық сипаттамаларын түсіндіре білулеріңіз қажет. Лекциямызды бастамастан келесі екі ұғымға назар аударыңыздар. Бұл ұғымдар лекция кезінде жиі қолданылады, сондықтан да түсіндіре кетейін. Флуоресценция дегеніміз люминесценцияның бір түрі молекулалардың немесе атомдардың өздігінен квант өту кезінде пайда болады. Қозу энергиясын сіңіргеннен кейін пайда болатын заттың жылу емес, жарқылы. Мысалы, түнгі мезгілде жол бойындағы жол белгілері немесе арнайы киімдерде түнгі кезінде анық көрініп тұрады. Бұл заттардың жарықты сіңіріп алып, оны кейіннен шағылыстырып шығару құбылысы люминесценция не флуоресценция деп аталады. Келесі ұғым спектр. Жарық призмадан немесе басқа сыну ортасынан өткен кезде түсті жолақтарға бөлінеді. Осы түсті жолақтардың жиынтығын біз спектр деп атаймыз. Жарық спектрлерге сәулелердің толқын ұзындықтарына қарай бөлінеді. Талдау әдістері сапалық және сандық болып бөлінетінін сіздер білесіздер. Сапалық талдау әдістері химиялық, инструменталдық және биологиялық болып бөлінеді. Химиялық әдістерді сіздер химия курсынан жақсы білесіздер. Ол химиялық реакция негізінде жүретін талдау әдістері. Аналитикалық сигнал болып, тұнба түзілуі, ерітіндінің түсі өзгеруі, газ бөлініп шығуы болып келеді. Инструменталдық әдістер міндетті түрде арнайы аспаптар көмегімен жүретін әдістерді атаймыз. Мұнда физикалық әдістер, физика-химиялық әдістер кіреді. Физикалық әдістер талдау химиялық реакциясыз жүреді, заттың физикалық қасиеттері өзгереді. Мысалы, спектр пайда болу, флуоресценция, люминесценция, инфрақызылдық спектроскопия тағы басқалары. Физика-химиялық әдістер кезінде талдау химиялық немесе электрохимиялық реакция көмегімен жүреді. Мысалы, фотометрия, амперометрия, хроматография тағы басқалары. Сапалық әдістердің үшінші түрі ол биологиялық әдістер. Қазіргі таңда жаңа әдіс болып саналады. Мысалы, дәрі-дәрмектердің шикі заттарын талдауға арналған, препараттардың биологиялық активтілігін анықтау тағы басқалары. Егерде физика-химиялық әдістердің жіктелуіне келетін болсақ, әдістер 5 топқа бөлінеді. Электрохимиялық, спектралдық, хроматографиялық, радиометриялық және масс спектрометриялық болып. Әр топты бөліп жіктеп көрейік. Электрохимиялық әдіс дегеніміз электрод бетінде немесе оның кеңістігінде электрон алмасу процесіне негізделген әдіс. Электрохимиялық талдау әдістері электролиттік ұяшық немесе гальваникалық элементте жүреді. 5 топқа бөлінеді. Электрогравиметриялық анализ дегеніміз ерітінді арқылы тұрақты тоқ өту кезінде электролит құрамындағы заттың электрод бетіне түзілуі. Осы түзілген заттың массасын өлшей отырып талдау жүргіземіз. Кондуктометрия анализденетін ерітінділердің электр өткізгіштігін химиялық реакция нәтижесінде өзгеруін өлшеуге негізделген. Ол электролиттің қасиетіне, температурасына, концентрациясына байланысты.
Потенциометрия дегеніміз химиялық реакция нәтижесінде анализденетін ерітіндіге батырылған электродтардың потенциалының өзгеруін өлшеуге негізделген. Вольт-амперометрия электролиз процесі кезінде электродтардың бірінің беті өте кішкентай болған жағдайда өзгеретін ток күшін өлшеуге негізделген. Кулонометрия белгілі зат мөлшерінің электролизіне кеткен электр мөлшерін өлшеуге негізделген әдіс. Айтып кеткендей, электрохимиялық талдау әдістері электролиттік ұяшық немесе гальваникалық элементте жүреді. Электролиттік ұяшық электролиттік ваннадан тұрады және электролитпен толтырылған. Электролит деген ток өткізетін сұйықтық. Электролитке екі электрод батырылады. Біреуі салыстырмалы, екіншісі индикаторлық электрод деп аталады. Электрод пен электролит арасында химиялық, электрохимиялық реакция жүреді. Нәтижесінде электрон алмасу процесі жүреді және ток пайда болады. Егерде электрон алмасу химиялық реакция нәтижесінде ток пайда болса, ол гальваникалық элемент деп аталады. Ал ток сырттан берілген болса, онда электрохимиялық ұяшық дейміз. Электродтарға келетін болсақ, салыстырмалы электродтың потенциалы өзгермейді, тұрақты болады. Индикаторлық электродтың потенциалы электролиттің концентрациясына байланысты өзгеріп отырады. Салыстырмалы электродтардың түрі сутектік электродтар, хлоркүмісті, каломилді электрод. Ал индикаторлық электрод сутектік, шыны электроды және химгидронды электрод дейміз. Физика-химиялық әдістердің келесі тобы ол спектралды анализ. Спектралды немесе оптикалық әдістер жарықтың сәулелену, сіңіру, шашырау спектрлерін зерттеуге негізделген әдістер. Эмиссиялық спектралды анализ дегеніміз атом қозған күйде электрондардың бір деңгейден екінші деңгейге өткен кезде бөліп шығарған энергияны шығару эмиссиялық спектр күйінде алып талдауға жібереміз. Бұл эмиссиялық спектралды анализ дейміз. Адсорбциялық спектралды анализ кезінде атом қалыпты жағдайына өтеді және сырттан энергияны сіңіріп алады. Осы сіңіріп алған энергияны спектр арқылы, адсорбциондық спектр арқылы алып анализге түсіреміз. Егерде эмиссия деген ұғым шығару, шашырау деген мағынаны білдіретін болса, адсорбция деген сіңіру деген мағынаны білдіреді. Келесі турбидиметрия. Егерде адсорбциондық спектралды анализ кезінде боялған сұйықты заттардың жарықты сіңіріп алу қарқындылығын өлшейтін болсақ, турбидиметрияда боялмаған суспензиялардың сіңіретін жарық мөлшерін өлшейміз. Нефилометрия тұнбаның ертіндісіндегі боялған бөлшектерінің сәулелерді шағылдыру, шашырату құбылысын қолдануға негізделген. Люминесценттік немесе флуоресценттік анализ. Люминесценция, флуоресценция ұғымын лекция басында айтып кеттік. Демек, бұл анализ ультракүлгін жарықпен сәулеленген заттардың флуоресценциясын және бұл жүйеден шығатын көрінетін жарық қарқындылығын өлшеуге негізделген анализ. Жалынды фотометрия дегеніміз таңдалатын ерітіндіні жалынға шашыратамыз және сол элементке тән жарықтың шығу қарқындылығын өлшеуге негізделген анализ. Мысалы, астрономиялық объектілерді зерттеу кезінде спектралды анализ көмегімен адсорбциялық спектр,
эмиссиялық спектр және үздіксіз спектр алу арқылы ол заттың температурасын, жылдамдығын, қысымын, химиялық құрамын, тағы басқа қасиеттерін анықтауға болады. Келесі топ хроматографиялық әдіс. Хроматографиялық әдіс қоспаның жеке компоненттерін әртүрлі адсорбенттер арқылы бөліп алу әдістері. Хроматографиялық әдіс фазалардың агрегаттық күйлері, фазалық таралу механизмі, өткізу тәсілі, сарбаттың таралу механизмі және мақсаттары мен міндеттері бойынша жіктелінеді. Мысалы, фазаның агрегаттық күйлері бойынша хроматография, газды хроматография, сұйықтық, флюидтік хроматография деп бөлінеді. Хроматографияда міндетті түрде қозғалмалы және қозғалмайтын фаза болады. Қозғалмалы фаза газ, сұйық немесе флюидтік болады. Бұл фазаның атқаратын қызметі зерттелетін қоспаны адсорбентке тасымалдау. Қозғалмайтын фазамыз нақты адсорбент, демек сіңіріп алатын компоненттерді сіңіріп алатын зат, ол қатты немесе сұйық болады. Қозғалмалы фазаға қарай хроматографияның аты газды хроматография, сұйықтық хроматография, флюидтік хроматография дейміз. Сарбаттың фаза аралық таралу механизмі бойынша хроматография адсорбциялық, хемасорбциялық, ион алмасу, тұндыру, эксклюзивті және таралымды хроматография деп бөлінеді. Адсорбциялық деген хроматографиямыз физикалық адсорбция механизміне негізделген, демек адсорбент сіңіріп алатын зат қоспаның бөлек компоненттерін адсорбция арқылы бөледі. Хемасорбция хроматографиясында адсорбент пен қоспаның компоненттері арасында химиялық байланыс жүреді, сол арқылы компоненттерді бөліп аламыз. Ион алмасу хроматография кезінде компонент пен адсорбент арасында ион алмасу реакциясы жүреді. Тұндыру хроматографиясы кезінде зерттелетін қоспаның компоненттерін түрлі ерітінділер, реактивтер арқылы тұнбаға түсіру арқылы бөліп аламыз. Эксклюзивті хроматография кезінде молекулалардың өлшемдері бойынша түрлі қуыстардан өткізіп компонентке бөлеміз. Таралымды хроматография кезінде экстракция дейміз, қоспаның компоненттерін түрлі еріткіштермен ертіп бөліп аламыз. Хроматография процесінің өткізу тәсілдеріне қарай бағаналы және планарлық хроматография деп бөлінеді. Бағаналы хроматографияда арнайы цилиндрлер, капиллярлар қолданылады. Бұл цилиндрлер түрлі адсорбенттермен толтырылады және қозғалмалы фаза арқылы зерттелетін қоспа осы бағандардан, колонналардан өткен кезде компоненттері сіңіріліп, бөлініп шығарылады. Егерде үлкен цилиндрлер, бағандар қолданылатын болса, ол бағаналы, колонналы хроматография деп аталады. Майда капиллярлар қолданылатын болса, капиллярлы хроматография дейміз. Келесі планарлық, тегіс сорбенттің бетіне зерттелетін қоспаны тамызған кезде қоспаның компоненттерінің сіңірілу жылдамдығы әртүрлі болғандықтан олар бөлініп сіңіріледі. Мысалы, қағаз хроматографиясы, жұқа қабатты хроматография. Өзіңіз көріп тұрғандай, қағаздың бетіне зерттелетін қоспаны тамызған кезде оның компоненттері бөлініп сіңіріледі. Және осы сіңірілген жолақтардың шыңдары, түстері бойынша біз заттың құрамын және концентрациясын анықтай аламыз. Илуеттік хроматография кезінде айтып кеткендей, қоспаның
түрлі ертінділер арқылы ертіп бөліп аламыз. Және келесі физика-химиялық әдістің тобы радиометриялық әдіс. Радиометриялық әдістер радиоактивті элементтер шығаратын сәулеленудің өлшеуіне негізделген. Ол изотопты сұйылу әдісі және радиобелсендіру анализі деп бөлінеді. Радиоактивті элементтер сіздерге физика-химия курсынан белгілі. Ол өте белсенді альфа, бета, гамма сәулелерін шығара алатын заттарды радиоактивті элементтер деп атаймыз. Менделеев кестесіндегі кез келген элементтің изотоптары радиоактивті болып келеді. Және де бұл әдіс өте жоғары сезімталдықпен ерекшеленеді. Калий 40, аргон 40, көміртек 14, көміртек 12 изотоптары көбінесе қолданылады. Осы изотоптар арқылы біз геологиялық сұрақтарды шеше аламыз. Және заттың жасын анықтай алуға болады, биоотындардың пайыздық құрамын анықтаймыз, тағы да басқа көптеген талдау жұмыстарын орындай аламыз. Келесі масс спектрометриялық анализ. Масс спектрометрия жеке иондалған атомдарды, молекулаларды, радикалдарды электрлік және магниттік өрістердің бірігіп әсер ету нәтижесінде салмақтың зарядқа қатынасы әртүрлі бөлшектерден тұратын иондар ағымдарына бөлуге негізделген. Масс спектрометрия тұрақты изотоптарды қолданумен изотопты сұйылу әдісі арқылы әртүрлі элементтерді сандық анықтауға жүзеге асырады. Масс спектроскопиялық әдіс өте сезімтал, дәл әдістердің бірі. Осы әдіс туралы толығырақ келесі сілтемеден біле аласыздар. Масс спектрометриялық әдіс квадрупольды масс талдауыш, уақыт өтпелі масс талдауыш, ион циклогронды резонансты әдіс, Фурье түрлендіргіші бар масс спектрометрия деп бөлінеді. Бұл жіктелу талдауды орындайтын аспаптардың құрылысы, жұмыс істеу принципіне байланысты жіктелінген. Масс спектроскопия айтып кеткендей өте сезімтал және дәл әдістің бірі. Осы әдіс арқылы Менделеев кестесіндегі кез келген заттың атомның құрылысын, атомның санын, иондар, радикал, молекула мөлшерін, молекуланың санын дейін анықтауға мүмкіндік беретін әдіс. Физика-химиялық әдістердің қолдану саласына келетін болсақ, ол физика-химиялық әдістер өте кеңінен қолданылады. Кез келген өндіріс, лабораторияда зерттеу мақсатында, металлургияда металл қорытпаларының құрамын анықтауға, химиялық өндірісте арнайы анализаторлар арқылы заттың химиялық құрамын үнемі қадағалауға, атомдық энергетика, ғарышты игеру, электроника, таза, ультра таза зат алу нәтижесінде, дәрілік препараттарды дайындау, парфюмерия, тағам өнеркәсібінде, тоқыма, текстиль өнеркәсібінде, экологиялық бағытта медицина, сот сараптамасы, әскери істе, азаматтық қорғаныста, мысалы радиациялық, биологиялық, химиялық барлау кезінде, аса айтып кететін экологиялық бағытта судың, ауаның құрамын, компонентін, концентрациясын анықтауға, мысалы улы заттардың, ауадағы улы заттың, көмірқышқыл газының концентрациясын, радиациясын өлшеуге негізделген физика-химиялық әдістер кеңінен қолданылады. Және өздеріңіз көріп тұрғандай келесі физикалық параметрлер қолданылады. Мысалы, спектрофотометрияда спектрофотометр құралы көмегімен
ақуыздың нуклеин қышқылдарының концентрациясын, паш ортаның мөлшерін, микроағзалардың сүріп жатқан ортаның тығыздығын өлшеуге болады. Ультрадыбыстық эхолокация медицинада кеңінен қолданылатынын білесіздер. Осы әдіс арқылы адам ағзасындағы пайда болған пішіндерді, оның өлшемдерін анықтауға болады. Рентген сәулесі медицинада қалай қолданылатынын бәріміз де білеміз жақсы. Хроматографиялық талдаудың қолдану аймақтары ол да өте кең. Мысалы, нефтехимия, химиялық өндіріс дедік, қоршаған ортаның жағдайын бақылау, жаңа айтып кеткендей, азық түліктер мен дәрілердің заттардың анализі, клиникалық анализ, ғылыми зерттеулерде кеңінен қолданылады. Мысалы, масс спектроскопия хроматографиямен бірігіп талдау жүргізілуге көбінесе қолданылады. Бензин хроматограммасына қарай отырып, біз бензиннің компоненттерін және ол компоненттердің концентрациясын анықтай аламыз. Физика-химиялық әдістер инструменталдық әдіске жатады дедік. Демек, арнайы құралдар арқылы талдау жүргізіледі. Мысалы, метеометр МЭС-200А электрохимиялық әдісті қолдана отырып, арнайы электродтар арқылы ауаның температурасын, қысымын, ылғалдылығын, көмір қышқыл газының концентрациясын, азот оксиді, күкірт оксидінің концентрациясын өлшейді. Атомдық абсорбциялық спектрометр арқылы заттардың жұтылу спектрлерін өлшей отырып, анализге түсіре отырып, заттың құрамын және концентрациясын анықтаймыз. Газанализаторлар ауаның компоненттерін, көмір қышқыл газының концентрациясын, шаңның мөлшерін анықтауға арналған құрал. Хроматографиялық әдісте бағандық хроматографтар қолданылады. Айтып кеткендей, ауаның компоненттерге бөліп, оның концентрациясын анықтауға. Спектрофотокалориметр КФК-3 боялған сұйықтықтардың оптикалық тығыздығын өлшей отырып, оның концентрациясын және құрамын анықтай аламыз. Физика-химиялық әдістер орындалған кезде қазіргі заманда өте аз мөлшерде сынамаларды алу қажет етіледі. Сондықтан да осы аз мөлшерлерді алуға арналған арнайы шприцтер қолданылады. Флориметр флуоресценция әдісін қолдана отырып, заттың компонентін құрамын анықтаймыз. Иономер PX150Mi электрохимиялық әдіс арқылы потенциометрия әдісін қолдана отырып, арнайы екі электрод көмегімен, салыстырмалы және индикаторлық электрод көмегімен заттың азық түліктің мысалы құрамында қант мөлшерін, крахмал мөлшерін, глюкоза мөлшерін анықтауға, судың pH мөлшерін анықтауға, көкөністердегі құрамдағы нитрат мөлшерін анықтауға арналған құрал. Жоғарыдағы айтқанды қорытындылай келе, физика-химиялық анализдің артықшылықтары келесі: өте жоғары сезімталдық, жоғары таңдамалылық, экспресстік. Осы аппараттар арқылы бірнеше секунд, минут аралығында талдау нәтижесін алуға болады. Технологиялық және зерттеу процестерінің үздіксіз бақылауының автоматтау жеңілділігі, заттардың аз және ультра аз мөлшерін анализдеу мүмкіндігі. Сонымен, құрметті студенттер, физика-химиялық әдістерінің жіктелуі және олардың қолдану саласы атты лекциямыз бойынша келесі бағалау критерийларына назар аударыңыздар. Осы критерийлерді еске сақтай отырып, тапсырмаларды, деңгейлік тапсырмаларды осы берілген сілтеме арқылы орындап, Платонс платформасына жүктеулеріңізді сұраймын. Және де туындаған сұрақтарыңызды берілген байланыс ақпараттар бойынша маған жіберіңіздер. Қосымша
мәлімет алу үшін келесі негізгі және қосымша әдебиеттерді қолданып тапсырмаларыңызды орындауды сұраймын. Осымен лекциямыз аяқталды. Сау болыңыздар.